Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге күнделікті балаларға жасап бергенге печенье ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ал енді біз печеньемізді жасауды бастаймыз. Қантымыз бен маргаринімізді жақсылап араластырамыз. Достар, балаларға күнделікті үйге осындай печенье жасап берсеңіздер болады. Әрі тәтті, әрі өте оңай. Ары қарай жұмыртқамызды саламыз және қасықтың ұшымен тұз саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейтін боламыз. Басында қасықтың көмегімен, кейіннен қолдың көмегімен жасап аламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты, өте жұмсақ. Бетін жауып 10-15 минутқа демалдырамыз. Демалып болған қамырымызды столдың үстіне қойып, ұнның көмегімен жайып аламыз. Сәл қалыңдау етіп жайып, өздеріңізге қолайлы затпен ойып алсаңыздар болады. Менде арнайы осындай ыдыс, осымен ойып алдым. Әртүрлі пішінмен ойып алсаңыздар да болады. Артылған қамырларды тағы бір илеп қойып, артынан тағы бір жайып, печенье жасап жіберуге болады. Бұл қамырды тастамаймыз. Мен барлығын орналастырып, бетіне жұмыртқамызды жағып, пешімізге жібереміз. Беті сәл қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мен печеньелардың бетіне вилканың көмегімен сызықтар жасап шықтым. Әрлеу өз еріктеріңізде. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда басқа да көптеген печеньелардың рецептілері бар. Бөлек плейлистке сақтап қойғанмын. Міне неше түрлі печеньелардың рецептілері бар. Сол жаққа кіріп жасасаңыздар болады. Әрі қолжетімді, әрі оңай печеньелер. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне коржикқа ұқсайды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.